Сәлем достар, денсаулыққа өте пайдалы әрі дәмді майсөкті бірге жасайық. Ол үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен тарыны қоқымынан тазартып аламыз да, ыңғайлы ыдысқа саламыз. Одан кейін жақсылап, әбден суы тазарғанша 4-5 қайтара жуамыз. Алғашында суы осылай кір болып шығады, бірақ қайта жуғаннан кейін кірі мүлде қалмайды. Тарымызды әбден тазарғаннан кейін газге қоятындай ыңғайлы ыдысқа саламыз. Үстіне тарыны қанша мөлшерде салдық, тура сондай мөлшерде су құямыз да газге қоямыз. Тарымыз қайнай бастағанда газдың астын ең жай отына қойып, 10 минут қайнатамыз. Содан кейін қақпағын сол күйі ашпай, тағы да 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Кейбір рецептерде тарыны мүлде қайнатпайды, ыстық суға немесе сүтке бұқтырып қояды. Бірақ олай жасағанда мен үшін шала піскен сияқты көрінеді. Сол үшін алғашында аздап қана қайнатып алдым да, содан кейін бұқтырып қойдым. Өзіңіз байқағандай тарымыз шашырап, әдемі болып пісіп шықты. Үстіне сары май және қалауыңызға қарай шекер салып, әбден араластырамыз. Біздің үйдегілер тәттіні жақсы көреді, сол себептен шекерді және сары майды үстемелеп қостым. Қоспалар әбден бірігіп араласқаннан кейін тарымызды дастарханға қоя берсек те болады. Майсөк дастарханда әдемі көрінуі үшін осылай кесеге салып, үстін қасықпен басып, тарелкеге салып қойсаңыз болады. Осы рецепт сізге ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма да тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Замира.